almost just beats the count, but at least Lara leaving the fans with something in the seconds left in the fight. The straight left hand, another left. Shit. They were open all night. They finally stepped on the gas. Yeah, opportunity was there. Save the best for last. Finish the fight. The best for last. Right at the bell. 12th round. Frustrating rounds in between. Let's go, Lara. Así es, porque bueno, al final se alcanzó a levantar justo González a última instancia y después de la cuenta de protección se acabó la pelea justo con ese campanazo, dejó entonces para que fuera la tarjeta y Қазақстандық кәсіпқой боксшы Жанқош Тұраров Жәнібек Әлімханұлына өз әлеуметтік желісінде қолдау пікірін қалдырды. Бүгін бокс сүйер қауымның ұзақ күткен күні еді. Өкінішке орай көтеріліп, жұлдызы жанып келе жатқан адамды аяқтан шалу қалыпты жағдайға айналып бара жатқаны қорқынышты. Оның ар жағында бокстағы үлкен саясат жатқаны айдан анық. Аққа құдай жақ бауырым. Бүгінгі жеңіс сенікі деп есептейміз. Сен еңбекқорлығың мен тазалығыңды бұрыннан ақ дәлелдеп қойғансың. Бұл сынақ барша қазақ еліне соққы болды. Әр сынақ жігітті шыңдау үшін келетінін өзің де білесің, деді Жанқош Тұраров. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Жәнібек Әлімханұлы мен Лараның жекпе-жегін асыға күткен жанкүйерлердің бірі едім. Кеше жаңалық естіп шок болып отырып, бір қазақ баласы шығып келе жатыр ғой, жанында қазақ, тәнінде қазақ, өзі қазақ. Бір қуанып отқан еді. Допинг тауы деген қуанышымыз су сепкендей басты ғой. Енді бұл жерде ешқандай допинг жоқ деп ойлаймын, жалпы негізі Жәнібек мықты ғой. Бұл жерде жаңағы енді кәсіпқой бокс деген үлкен бизнес болғаннан кейін, үлкен адамдар жүргеннен кейін ставка тікпеңіздер деген Жәнібек Әлімханұлының интернетте шықты ғой. Енді ол жағы дұрыс, жалпы ставка тікпеңіздер дегені. Енді ол жерде ол жақтың үлкен адамдар сол арқылы ақша тауып өмір сүріп жатқаннан кейін ол нәрсені айтудың керегі жоқ еді жалпы. 4 поезд алып алып, сосын барып айту керек еді, ставка тікпеңіздер деп. Енді ол ұйымдастырушылар, промоутерский компаниялар сол арқылы ақша тауып, сол арқылы күн көріп отқаннан кейін ол жаңағы табыстың бір көзі ставка ғой негізі. Жалғыз Қазақстан, бүкіл әлем тігеді ғой негізі ставка дегенге. Жәнібек Әлімханұлының өзінің интернетте өзінің парақшасында ставка тікпеңіздер дегеніне бола алып тастады деп ойлаймын мен негізі. Жәнібек Әлімханұлында ешқандай допинг жоқ. Жаңағы ұйымдастырушылар ставка тікпегеннен кейін бұл бақыт боксшыдан біз ешқандай ақша таппаймыз, пайда көрмейміз деген мақсатта Жәнібек Әлімханұлын алдырып тастады деп ойлаймын. Сіздердің ойларыңыз қалай болған? Мен жеке ойым, жеке пікірім. Букмекеры включили свою ответку. Не успел Жанибек Алимханов записать свое видео против буков, как через 2 дня у него находят допинг. Какой-то вонючий мельдоний. Если вы думаете, что это совпадение, то вы просто наивный ребенок, потому что здесь, в Америке, всем заправляют буки. Они главные спонсоры на всех телеканалах, на всех главных спортивных мероприятиях. Поэтому, чтобы добиться справедливости, нужно распространять правду. Поделись этим видео, чтобы добиться справедливости. Жәнібек Әлімханұлы допингпен ұсталып қалды, достар. Ай, шакалдар ой деймін да, бұл енді промоутерлар және букмекерлердің ұйымдастырып отырған құйтырқы қасақана әрекеті, енді шакализм, аяқтан шалу, таза провокация. Өйткені Әлімханұлы осы рилс салды өзі, өзі бір не подарок қой деймін да, несі бар деймін да, жаңағыдай менің жекпе-жегіме тігіс тікпеңдер, ставка ойнатпаңдар деген ғой. Енді ол енді букмекерлерге барып жақпаған айтады ғой, біз бұған ұйымдастырып отырсақ, бұл бізге қарсы сөйлеп отыр, не деген әңгіме деген сияқты. Енді ол бар бір жағынан енді статистика бойынша Әлімханұлының жалпы жекпе-жегін трансляция ақы төлеп ақша арқылы көретіндер өте аз екен. Ол жағда бар. Бұл да енді бизнес қой, саясат қой, ол да бар. Онысы енді қазақтың школасынан шыққан дейікші, енді жалпы боксерларды Америкада мойындайық, енді оларды кішкене сәл жақтырмайтыны бар, енді ала көзбен қарап та жаңағыдай. Ол да бар, мысалы өзінен 10 жас үлкен 42 жастағы қарсыласына шығатын кезде допинг ішеді дегенге кім сенеді енді? Өз аяғынан өз шалмайтын шығар енді. Оның үстіне оның командасына да бір кішкене күдік бар
бар деген ақпараттар да бар. Өйткені жаңа Мельдони допинг оның ағзасына қалай түсуі мүмкін, енді ішіп жүрген суына тамағына салып жібермесе басқа ол түсуі мүмкін емес қой. Өйткені бұл медицинский препарат та, көрдіңіздер ме, ол ана добавкамен тағы басқамен түсуі мүмкін емес. Дегенмен енді ешқандай қамықпау керек. Біз Әлімханды қолдаймыз, тек қана алға, күшіміз бірлікте достар. Бұл өте жақсы. Біз қазақпыз, тек қана алға. Жаңа бір өлең барады баяғыда, Евраз-2, біз шығамыз алға, біз қазақпыз, бізге әңгімең бар ма деген тура осыған кеп тұр. Енді баяғы ДМХ-ның реперлерін айтып жүрген. Так что достар, ешқандай қамықпаймыз, ешқандай да жылайтын нәрсе емес. Әлімхан ұлы әлі-ақ қайтып барлығын қайтарып алады, әлі-ақ жұлдызы жанат деген сенімдемін достар. Жәнібек Әлімханұлы допинг дауына ілікті. Өте өзегімізді өртейтін өкінішті жаңалық. Бұлай дейтіні, мұхиттың арғы жағынан ВАДА дейді, бүкіл әлемдік антидопингтік ұйым. Содан Жәнібектің біріншісі дұрыс шыққан, екінші сынамасынан қателік тауып, Жәнібекті чемпиондық бой бермейтін болды. Оның қарсыласы кубалық Ерисландия Лара болатын, үш бірдей белдік сарапқа салынатын болған, бірақ та біздің отандасымыздың қанынан допинг табылды деген күдікпен бұл айқас болмайтын болды. Жәнібек Әлімханұлы 4 ай бұрын Америкаға кетіп, барынша жақсы дайындалып, бірдей белбеуді алам екенін, алғашқы 3 белбеуді алған қазақ атанам екен деп едік, сол қуанышымыз су сепкендей басылды. Білмеймін не дерімді, сенбей тұрмын. Жәнібектің олай жасауы мүмкін емес. Мен ойлаймын, бұл сын болғанда ойлағанмын, қалай ғана келісті екен деп, сондай нәрсе болып тұр. Енді Жәнібек батырымызға шынымен ақ сәттілік тілейміз. Қайтадан екінші рет допинг тестке бұл несін жіберген болатын, қайтадан тексерілуін өтінген болатын. Білмеймін қалай шығады, бірақ та бұл батырымызға сенеміз. Допинг жоқ деп, әлі де қазақ стиль әлемді шулатады деген ойдамыз. Жәнібекке сенеміз. Хабаям Ерисландия Лараны жылын аккаунтын жасаймын, ұтамын. Қазақстанға 3 бірдей белбеуді әкіп келемін. Өз салмағымда абсолютный чемпион боламын, 4 бірдей белбеуді аламын. Басты мақсатым Канеламен төбелесу болатын деген болатын. Енді адамның айтқаны болмайды, білмеймін Жәкеңнің енді қалай болғанын Берік Сұлтаннан сұрай жатармыз. Жәнібекке сәттілік бар, қазақ өзіңнің айқасыңды асыға күтіп еді, бірақ та бұйырмай тұр. Не болса да артын күтейік, әріптің артын бағайық, және соған сенейік. Қазақ батырлары жасасын, Жәнібек алға, әлі де мықты болып ораларына сенеміз.